оны сағынып тұрамын. Үйге кіріп келсе екен деп, неге сен жоқ болып кете саласың? Ең құрбанда бір смс жазшы, бетіме айта алмасаң да, мен бір апта болмаймын, уайымдама деген. Егер сіздің көңіл күйіңіз өзге адамның іс-әрекетіне байланысты болса, мысалға сізді таңдаса, жаныңызда болса, көңіл күйі жақсы болса, онда сізде бәрі жақсы болса, егер сізді таңдамаса, жаныңызда болмаса, онда сіздің жүрегіңіз ауырып, жылап, сыздап, көңіл күйіңіз түссе, бұл сіздің адамға деген тәуелділік қарым-қатынас. Яғни бұны махаббат сезіммен шатастырмаңыз. Адам бізді таңдауы да таңдамауы да мүмкін, бірақ сізді таңдамаған кезде, сізден бас тартқан кезде, ол адамның іс-әрекетіне сіз байланысты деп ойласаңыз, немесе оның сізді таңдамағанын қабылдау сізге қиын болса, онда бұл жерде сізде травмированный опыт бар. Яғни басқа адамға өзіңізді таңдамауға рұқсат ете алмайсыз, өзіңізге. Бұл жерде психолог маманмен жұмыс жасау маңызды. Адамға деген тәуелділік қалай қалыптасады? Яғни адам сол адамның жанында не жертва болады, не оның спасателі болады. Және өзін тек қана сол адамның жанында ғана кім екенін түсіне алады. Сондықтан ол онсыз өмір сүре алмайды. Адам өздігінен тәуелді қарым-қатынастан шыға алмайды. Мысалға, ажырасып кеткен адамдар бар, 10, 20, 30 жыл болса да әлі айтып жүреді. Өйткені олар өзінің ойында сол адаммен бірге өмір сүріп жатыр. Егер сіз өзіңізде осындай тәуелді қарым-қатынасты байқасаңыз, дереу психолог маманмен жұмыс жасап, тәуелділіктен арылып, өзіңіздің еркін өміріңізді сүріңіз. Сізбен бірге болған мен, қазақ тілді психолог Айғаным.